Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектебі. 6 сынып жетекшісі Каманова Тұрсынкүл Смағұлқызы. Ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған ер есімі ел есінде тақырыбындағы тәрбие сағатымызды бастаймыз. Қайырлы күн, жер ана, қайырлы күн, көк аспан, қайырлы күн балалар, қайырлы күн ұстаздар. Арылтып жерден жауызды, табанға жаншып өлімді. Жеңіспен желпіп өмірді, дейсіздер бұл қай күн? Бұл бейбіт күн. Өміріміздің бастауы болған 9 мамыр жеңіс күні. Бұл күн әділетсіздікті әділдіктің жеңген күні. Бұл күн қазақ елі үшін мереке күні. Бұл күн өмірлері оқиған бұлжықтарды еске алу күні. Иә, құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымызда осы ұлы жеңіске себепкер болған, қазіргі таңда бізге бейбіт күн сыйлаған ер есімімен танысатын боламыз. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Кеңес одағына опасыздықпен шабуыл жасады. Мөлдір аспанды бұлт қаптады, шаттық әні қайғылы үнге айналды. Осындай азапты күн 1418 күнге созылды. Талай жастар жанын қиды. Талай қыршын кеудесін оққа тосты. Осындай кезде оларға рухты ұрандар демеу болды. Жамбыл Жабаевтың Ленинградтық өренім өлеңі ұрандарына айналды. Бауыржан мен Рахымжандай, Әлия мен Мәншүктей батыр ағапаларымыздың арқасында 1945 жылы 9 мамырда қазақ даласында жеңіс туы көтерілді. Ерлердің ісі әрдайым біздің жадымызда. Ендігі кезекті білім алушыларымыздың жыр шумақтарына береміз. Ленинградтық өренім мақтанышым сен едің, Нев өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Жеңіс елдігімнің белгісі, қайсар елдің шағылмасын намысы, өр намысын ерен туған бабамның, аманат боп ата-баба жеңісі, ардагерлер бас иемін алдыңда. Әлия Мәншүк апамыз, Бауыржандай атамыз, фашист елден отанды, қорғап батыр атанды. Соғыс жылдарында 497 отандасымыз Кеңес одағының батыры атағына ие болса, 133 майдангерге мұндай атақ берілмеген. Солардың қатарында жерлесіміз Ыбырайым Сүлейменов батыр да бар еді. Ыбырайым Сүлейменов 1908 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Ұйым ауылында дүниеге келген. Сарысу ауданының Қызыл Күншығыс кеңшарында еңбекке араласады. 1939 жылы Жамбыл ауданындағы Жамбыл шаруашылығында тракторшы болып қызмет атқарады. Ол әскерге алынғаннан кейін Мәскеу маңындағы 3-ші екпінді армиядағы қазақтың ұлттық 100-ші атқыштар бригадасының құрамында болып, талай сұрапыл соғыстарға қатысады. Атақты мерген атанады. Ыбырайым Сүлейменов 1943 жылы шілде айында Кеңес одағының батыры атағына ұсынылды. 3-ші тегеурінді армия әскері кеңесінің бұл ұсынысын Калинин майданының басшылары бір саты төмендетіп, Ленин орденіне түсірді. КСРО-ның 1944 жылғы 4 маусымдағы жарлығы бойынша Кеңес одағының батыры атағы Мәншүк Мәметоваға беріледі де, Ленин ордені Ыбырайым Сүлейменовке беріледі. Ол кезде Ыбырайым Сүлейменов өмірде жоқ еді. 1943 жылы 15 қазанда Невель қаласын фашистерден қорғау жолындағы шайқаста асқан ерлікпен қаза тапқан болатын. Ыбырайым Сүлейменов майдан алаңында асқан мергендігімен ерекше көзге түседі. Невель қаласы үшін болған кескілескен шайқаста 102 фашисті мерт қылады.
ержүрек жауынгердің денесі Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметовамен бірге Невель қаласының орталығына қойылған. Қазіргі таңда Ыбырайым Сүлейменов есімі Невель қаласындағы көшеге, Сарысу ауданы Ұйым ауылындағы орта мектепке және Тараз қаласындағы орталық көшелердің біріне берілген. Міне, біздің жерлес батырымыз осындай ерлік көрсетіп, біздің бейбіт заманымыздың орнауына үлкен үлесін қосқан екен. Біз, балалар, осындай ерлікпен қаза тапқан ерлердің ісін ұмытпауымыз қажет. Жүрек біткен желпінсін, жүйрік аттай, сезім біткен серпілсін, дамыл таппай, дәл бүгін өлең айтпай, ән шырқамай, қандай жүрек қалғандай, қанат қақпай. Олай болса, әнге кезек берейік. Бешік аты бауыр пен алмата, бозғылды маң өзен үстінде. Келді өзенге, келді Катюша қыз, келді тұрды толқын бөгелген. Келді өзенде шырқада бастады, қосылды әнге дала құстары. Майдандағы туған бауырларым, қос өлеңде сүйген отанын. Майдандағы туған бауырларым, қос өлеңде сүйген отанын. Жарықта қызыл салған әнін, әуелетті аспан әлемін. Шекарада жатқан жауынгерге, Катюшаның айтқан сәлемін. Шекарада жатқан жауынгерге, Катюшаның айтқан сәлемін. Әнімен тамсандырған барша жұртты, Назым қыз тарту етсін жақұт жырды. Назым қыздарыңыздың әнін қабыл алыңыздар. Туған жердің бөгегіміз, туған жердің өлеңіміз, өмірге еркелеп, көңілді өртей, қараймыз келер күнге туған ел. Отанның ұланы біз жаңа ел, жолымыз көрімен арқия бел, өзіңді жырлаймыз туған ел. Отанның ұланы біз жаңа ел, жолымыз көрімен арқия бел, өзіңді жырлаймыз туған ел. Біз бақыттың тілегіміз, біз уақыттың жүрегіміз, гүлдей болып жайымыз, бұлбұл сәйреміз, өлкенің бұлағындай ойнаймыз. Отанның ұланы біз жаңа ел, жолымыз көрінен арқия бел, өзіңді жырлаймыз туған ел. Жеңіс күні, алтын жылдар жеңмен ойнап, қуанышты қайтамыз. Жеңіс күнін жылда тойлап, жеңіс әнін жылда айтамыз. Ұлы жеңіс тарихта да жырланған, тебінер еске алса әр халық. 75 жылдық мерейтойы жеңістің ардагерлер рухына бағыштайық. Теңіз боп адам толқыды, жалау боп жүзді армандар, сәулеттеп жанды сол түні, соғысына қайтпай қалғандар. Бойын бір жазды шіркінен, ақшуақ болып аспаннан құйылды жерге күркінен. Құтты болсын жеңіс күні ағайын, көптен күткен ұлы күнде жар салайын. Ата бабам қан берісіп шайқасқан, ата бабам намыс бермей айқасқан. Жеңіс күнін қарталайық бәріміз, жеңіс күнін тойлайық жас кәріміз. Осындай бір бейбіт өмір сыйлаған ардагерлер, ағалар мың алғыс. Жеңіс туы, желбіресін мәңгілік. Жеңіс шыры, асқақтасын жаңғырып. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды. Ерлердің есімі мәңгі есімізде сақталады дей отырып, тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.